Кәдімгі установка кезінде теплый пол тартайық дегенде барлық жерге тартпай кеткен. Қазір залға отдельно мынадай подаш обратка алып барып, мына жерде запас қалдырып кеткен, мынадай қиып жалғайды кейін. Керек болса деп сол жерді пайдаландық. Мына жерге біреу обраткаға теплый пол тартсам тартпай кетіп, енді қайтадан бетон аударып, қайтадан теплый пол тартылды. Екі бөлмесіне бітіп тұрған үйдің бұзып қайттан мұздай болды да астынан ызғар ұра береді. Радиатор жылытып тұр, бірақ аяқ мұздай жауып жүреді. Қазір ар жақты көрсетем, теплый пол тартылғанда. Қазір ұзын ағашта тағы біреуі бар, ол енді 3 см стяжкасын көтеріп жіберді басқа бөлмелерден. Соны да көрсететін болам. Жиектің стяжкасын ойып, котельныйға 2 труба тарттық. Подаша болады. Мына жерге диван болады, мына жерге шкаф болады. Шкафтың артына осындай кіргізіп жібердік. Ойып. Бітіп тұрған үйді қайтадан ойып. Бір камаз тасын шығады. 2 бөлмені стяжкасын ойып, қайтадан теплый пол тартып салып жатырмын. Сол үшін де Алматының айналасында теплый пол тартып берген дұрыс болады барлық жерге. Көсін шығып, обойын ауыстырам деп сонымен теплый пол тартып жібердік. Стяжкасын алып тастап